28-ші насихат. Ұлы әрі құдіретті Алла былай дейді. Ей адамдар, сендер қалайша осы өткінші, қысқа дүниеде өмір сүруді қалайсыңдар? Қалайша қысқа өмірді қалайсыңдар? Шын мәнінде бойсынғандарға жәннат дайындалған. Олар оған 8 есіктен кіреді. Әр жәннатта 70 000 бақ бар. Әр бақта 70 000 яхонтаннан сарай. Әр сарайда 70 000 мәрмәр үй. Әр үйде 70 000 қызыл алтын бөлме. Әр бөлмеде 70 000 жеке күміс бөлме. Әр жеке бөлмеде 70 000 дастарқан. Олардың түсі шаңға ұқсайды. Әр дастарқанда 70 000 ас тағамдар бар. Әр тағамда 70 000 әртүрлі азық. Әр бөлменің айналасында 70 000 қызыл алтын төсек. Әр төсекке 70 000 мата мен парчадан жасалған орындықтар. Әр төсек айналасында 70 000 өзен, тірі су, сүт, бал және жәннат шарабы. Әр өзен ортасында 70 000 әртүрлі жеміс бар. Әр үйде 70 000 күлгін шатыр. Әр төсекке қара көзді гурия, оның алдында 70 000 қызметші. Олар жұмбақ жұмыртқа сияқты жасырын. Әр сарайдың үстінде 70 000 күмбез. Әр күмбезде 70 000 рахымды Алланың сыйы бар. Көз көрмеген, құлақ естімеген және адамның ойына да келмеген. Жәннатта олардың қалаған жемістері мен құс еттері бар. Сондай-ақ перламутр сияқты қара көзді гуриялар бар. Бұл бәрі жердегі өмірде жасаған ізгі амалдарына берілген сауап. Олар сонда өлмейді, қартая бермейді, қапаланбайды. Ораза ұстау немесе намаз оқудан шаршамайды, ауырмайды, дәрет алмайды және шаян болмайды. Ешқашан жәннаттан шығармайды. Жәннатты іздеген және менің жомарттығымды, жақындығымды және мейірімімді еске алатын адам маған адалдықпен, дүниеге немқұрайдылықпен және аз нәрседен қанағаттану арқылы жақындай берсін.